Бүгінгі біздің іс-шараға Алматы қаласында орналасқан жергілікті әскери басқару органдарының лауазымды адамдарының қатысуымен іс-шара өткізілді. Бұл іс-шараның мақсаты сыбайлас жемқорлыққа қарсы нөлдік төзімділік. Енді салыстыра кететін болсақ, бізде мынау профилактикалық алдын алу шараның тиімділігін көруге болады, жаңағы азайған байқауға болады. Біздің мақсатымыз бұл Алматы өңірлік гарнизонына қарасты әскери мекемелер мен бөлімдердің әскери қызметшілер арасындағы сыбайлас жемқорлық фактілерін жою болып табылады. Сегодня в Доме армии было проведено совещание с личным составом местных органов военного управления, общественных работников и работников по воинскому учету. На заседании комиссии по противодействию коррупции были доведены факты совершения коррупционных правонарушений, а также отмечено, что коррупционные факты правонарушений снижены до нуля. Этому взаимодействовало то, что Управление военной полиции, военной прокуратуры, антикоррупционной службы постоянно проводят профилактические мероприятия. Подобные профилактические мероприятия оказывают положительный результат, так нам удается добиться положительных статистических данных в сфере работы местных органов военного управления.